Жұмыссыздарға ақша төленеді. Өтінішті қалай, қайда беруге болады? Қазақстанда жұмысынан айырылған азаматтар әлеуметтік төлем ала алады. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі азаматтар жұмысынан айырылған жағдайда төленетін әлеуметтік төлемнің тәртібі мен талаптарын түсіндірді. Қазақстанда жұмыссыз азаматтарға қандай әлеуметтік төлем берілетінін сұрап сауал жолдаған болатынбыз министрлікке. Қазақстанда міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесі 2005 жылдан бері қолданылады. Бұл жүйе жұмыс істейтін азаматтарды жұмыссыз қалу сияқты әлеуметтік тәуекелдерден қорғауға арналған. Осы жүйе арқылы жұмысынан айырылған азаматтарға арнайы әлеуметтік төлем тағайындалады. Төлем мөлшері әр адамға жеке есептеледі және мына факторларға байланысты. Біріншіден, соңғы 24 айдағы орташа айлық табыс есепке алынады. Екіншісі, ол үшін табыстың жалпы сомасы 24-ке бөлінеді. Үшінші, алынған сома 0,45 коэффициенті қолданылады. Төртіншісі, одан кейін жүйеге қатысу өтіліне байланысты коэффициент қосылады. Қатысу өтіліне қарай коэффициенттер мынандай: 6-12 айға 0,7, 12-24 айға 0,75, 24-36 ай 0,85, 36-48 ай 0,9, 48-60 ай 0,95, 60-72 ай 1 коэффициент. Егер азамат 60 айдан артық қатысса, әр 12 ай сайын 0,2 қосылады. Бірақ ең жоғары көрсеткіш 1,3-тен аспайды. Әлеуметтік төлем алу үшін азамат міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысушысы болуы керек. Қорға кемінде 6 әлеуметтік аударым жасауы тиіс. Соңғы 24 ай ішінде аударымдары болуы қажет. Жұмыссыз ретінде ресми тіркелуі керек. Маңыздысы, жұмыстан шығу себебі рөл атқармайды, яғни өз еркімен кеткендер де төлем ала алады. Төлем қанша уақыт төленеді? Төлем мерзімі сақтандыру жүйесіне қатысу ұзақтығына байланысты. 6-12 айға 1 ай, 12-24 айға 2 ай, 24-36 айға 3 ай, 36-48 айға 4 ай, 48-60 айға 5 ай, 60 айдан жоғарыға 6 ай төленеді. Қанша адам төлем алды? Министрлік дерегінше 2025 жылы 354,2 мың адамға 130,4 миллиард теңге төленген. Ал 2024 жылы 293,6 мың адамға 88,3 миллиард теңге берілген. Қайда жүгіну керек? Жұмыссыз ретінде тіркелу үшін азаматтар egov.kz порталы арқылы немесе мансап орталығы арқылы өтініш береді. Тіркелгеннен кейін азаматқа SMS келеді. Келісім берсе, төлем автоматты түрде тағайындалады. Егер SMS келмесе, өтінішті egov.kz, еңбек.kz, банктердің мобильді қосымшалары немесе халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы беруге болады. Заңсыз төлемдер қалай анықталады? Министрлік мәліметінше, әлеуметтік төлемдер бойынша талап арыз жұмыстары заңнамаға сәйкес жүргізіледі. Егер төлем артық есептелсе немесе заңсыз алынса, қор ол қаражатты қайтару жұмыстарын бастайды. Артық төленген соманы қайтару 2 жолмен жүзеге асады. Біріншісі азаматтың ерікті түрде қайтаруы, екіншісі сот шешімі арқылы өндіріп алу. Бұл рәсім арнайы қағидалармен реттелген. 2025 жылы жұмысынан айырылу төлемі бойынша қор жалпы сомасы 166 миллион теңгеден асатын 1366 талап арыз берген. Оның шамамен жартысы 80 миллион теңгеге жуығы өндірілген. Жалған мәлімет бергендерге не болады? Заңға сәйкес, жұмыссыз азамат жұмысқа орналасқанын 5 жұмыс күні ішінде хабарлауы тиіс. Төлемді тоқтатуға негіз болатын жағдайлар туралы 10 жұмыс күні ішінде мәлімет беруі қажет. Егер бұл талаптар орындалмаса, төлем тоқтатылады. Әлеуметтік төлем мына жағдайларда тоқтатылады. Азамат жұмыссыз ретінде есептен шығарылса, кәсіпкерлікпен айналыса бастаса, ресми еңбек шарты тіркелсе, жұмыс беруші әлеуметтік аударымдар немесе зейнетақы жарналарын аудара бастаса. Министрлік мәліметінше, жұмыссыздық бойынша әлеуметтік төлем нақты заң талаптарына сай реттелген. Ол тек әлеуметтік аударымдар жасаған азаматтарға беріледі және уақытша қаржылық қолдау ретінде қарастырылады. Сонымен қатар жүйеде бақылау күшейтілген. Заңсыз төлем алғандардан қаражат міндетті түрде қайтарылады.